Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұрлаулы мүшелер. Сабақтағы оқу мақсаттары түрлі жағдаяттағы қатысымды әрекеттерді өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Сабағымыздың мақсаты түрлі жағдаяттағы қатысымды әрекеттерді сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Сабағымызды бастамастан бұрын барлығымыз орнымыздан тұрып, психологиялық дайындық жасап алайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Жарайсыңдар балалар, енді дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазып аламыз. Желтоқсанның 9-ы. Жедел жауап. Мына сұрақтарға балалар жауап береміз. Зат есім дегеніміз не? Бастауыш дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Және баяндауыш дегеніміз не? Олардың бір-бірімен қандай байланысы бар екенін де есімізге түсірейік. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінде қандай қала туралы айтылған? Қарамен жазылған сөйлемнен тұрлаулы мүшелерді табыңдар. Сызықшаны қойылу себебін түсіндіріңдер. Екінші тапсырма. 19-шы жаттығудағы ребусты шешіңдер. Қала сөзінен екі сөйлем құрастырып жазыңдар. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Ал балалар, бір сергіп алайық. Сергіту сәтіндегі мынандай тапсырма. Сәулетті ғимараттар туралы креативті суреттер сал. Бұл жерде бізде шеңбер, үшбұрыш және төртбұрыш берілген. Соны ары қарай жалғастырып, дәптерімізге сурет саламыз. Қорытынды. Тұрлаулы мүше дегеніміз бастауыш және баяндауыштан тұрады. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Және асты бір сызықпен сызылады. Баяндауыш екі сызықпен сызылады. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, күн жылынды. Күн не? Күн жылынды, не істеді? Осы тақырыпты қорытындылай келе, сөйлемдер құрайық. Айжан деген сөзге сөйлем құраймыз. Оқыды, биші, жазды, секірді деген сұрақтар сөздерді пайдаланып, екі сөзден құралатын сөйлем құраймыз. Үй тапсырмасы. Екі сөзден құралған 5 сөйлем жазу. Балалар, бүгінгі сабағымызды бас бармақ арқылы бағалайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.